айтыстың демеушісі бар екен. Нұр Отан партиясы қолдап жатыр, мәдениет және спорт министрлігі өткізіп жатыр. Сол демеушінің атын атап азаматтың абыройын көтеріп тастау керек шығар. Мына Кеңес одағының 7 дүркін чемпионы болған кезінде, әлем чемпионы, әлем кубогының иегері, 2 дүркін олимпиаданың жүлдегері болған Нұр Отан партиясының қазіргі саяси кеңесінің мүшесі, мына Семейдегі автокөлік заводының құрылтайшысы Дәулет Тұрлыхан осы айтысқа демеушілік жасап, партия көмек көрсетіп азаматтың денсаулығы сау болсын, жолы болсын, кәсібі өрлей берсін. Енді ақындардың келесі жұмын ортаға шақырайын деп тұрмын. Бұның бірі кеше 2 ақын жақсы айтыс жазса, соның бірі болған, айтыстың ажарын кіргізген біздің тамаша талантты ақынымыз Еркебұлан Қайназаров ортаға шығады. Еркебұланмен айтысатын біздің осы айтыстың ажар көркі болып жүрген. Неше түрлі ізденістерге барып, кейде ән салып кетеді, кейде билеп кетеді, кейде арасында дұғаларды да ойрады айтыстың үстінде. Біздің айтыстың абыройы Балғынбек Имашев. Söz aytayın, el qalaytın, айтыстың тарихына таңбалайтын. Тәңірге тәуекел қып топқа түстім, адамға ғайып нәрсе Аллаға айқын. Армысың аңғал қазақ тақымына, ат бітсе айналаға паң қарайтын. Ортасында жүрсе де кекіл байып 75-ке келгенін аңдамайтын. Әбіш ағам секілді нар тұлғаның еңбегі халыққа айқын, ханға да айқын. Алты ай бұрын білсе де қыс келгенін, қар жауғанша етігін қамдамайтын. Жалғыз жесе бойын ас батпайтындай қонақ кеп қалама деп жол қарайтын. Той десте қубастары домалайтын, айтыс десе аяғы жорғалайтын. Шайға қосқан халвадай талғамы зор, тайға басқан таңбадай арман айқын. Мәңгілік ел болуды мұрат еткен, бармысың барыс елім, бағдар айқыннай. Азат боп, азаттықтың бақытын халқым құшқан, ол бақытқа қызығар әркім тұстан. Бірлігіміз бекем болса, дұшпаның кіре алмайды бәлкім тыстан. Аллаға шүкір астана салып алдық, қорықпай қарлы боран салқын қыстан. Алматы Қонаевтың қолтаңбасы, ал рухани астана мол Түркістан. Бұл айтыста түркістандық 2 ақын бар, Бірияның қыраны әртүрлі ұшқан. Біріншісі Бегарыс Бахадүрін айтыста аузынан алтын құсқан. Екінші жанымдағы Еркебұлан сайыста мықтылармен сан қырқысқан. Ұржа құсап сорайған сыйқы мынау, қонышы тармәсідей балтыр қысқан. Шәкіртім
Indim әрі бажам еді, алдымда тілін тістеп артын қысқан. Бажамды жарнамалап қояйыншы, көрінер бағы жанып жарқын тұстан. Кезегіңді ала қой ерке бұлан, Ибн Қаңлы Қайназари әл Түркістан ай. Зәулім зәулім ағашқа асылайық еркошай. Нұр отанның жақсысын асырайық еркошай. Сен емеспен маған теңдес, шаруа барма қолдан келмес. Айтысайық еркошай, айтысайық еркошай. Алтын тұрса адам сенбес, көкпар тартсақ алтын серкеш. Тартысайық еркошай, тартысайық еркошай. Мырзатайдай ағаңның жаны емес пен еркошай. Одақтағы жүрсіннің зам емес пен еркошай. Ермановқа ерген өзің, бейнетіңе көнген өзің. Айтысайық еркошай, маған берсе саған бермес, әттең тонның келмес. Маған берсе саған бермес, оған жүрсін ағаң көнбес, әттең тонның келмес. İbn İmaş el Colaman, Calayiri şairi ham damollam. Айтысқа келген кезде тақия киіп мешітке барған кезде сәл дораған. Сен бұрын олпы-солпы жүруші едің, миллиондап ақша алсаң да сан додадан. Соңғы кезде шикарный жігіт болдың, сауатың ашылғалы сән модадан. Талғамыңның қасында мына сенің баян есен тайбада жолда қаған. Шапанға қырғыздарға заказ беріп етікті алдырасың Монғолиядан. Бірақ ол әйеліңнің арқасы ғой, болсыншы үйіңдегі сол жанаман. Қайнағам қанттай қылып жіберіп дау, Астана жасағандай Ақмоладан әгигәдім, әгигәдім. Ғасырға жүк болғандай бастамасы, қазақтың не көрмеді қасқабасы. Қазақия дейтұғын қарияның, Астана енші алмаған жас баласы. Бұған дейін бар еді 14 ұлы, бір-бірімен тетелес жас шамасы. Құдай өзі дәулетті қылып қойған бай еді батыстағы қос баласы. Түстікте 3 баласы, егін егіп арқада алтын қазған 5 баласы. Хақ екеуі теріскейде астық орып әлемге жетуші еді асқан асы. Дәуіттің Сүлеймені секілденіп бір күні туды тағы рас баласы. Ассалаумағалейкум, аманбысың, байлығы батпан елдің бас қаласы. 14 жылдың айлығын ортаға сап, асарлатып сап жатқан астанасы.
салып ап жүрүсүнө жорга көктүң. Мен талай азаттыкты толгап өттүм. Атыңдан айналайын алтын домбырай, мен жокта эки бирдей колдан өттүң. Алдыңғы жыл келем деп келе алмадым, бастығым сызып тастап жолда кеттім. Былтырда шақырусыз қалғаннан соң аттың жалы атаммен қомда кеттім. Түйенімді толғағы бір келер деп осы жылғы айтыстан мол дәметтім. Ағайын құшақ жайып қарсы алыңдар, сендер үшін мен талай тордан өттім. Қаланың тіршілігін білесіздер, түзу жол жабылып қап оңға кеттім. Үйімнен 3 жыл бұрын шығып едім, кептеліп конгресс қолға зорға жеттім. Таңдайым тәптөленнен уылғанда, ашыңды әшшәңгіме қуырғанда, он күнәнің 9-ы тілден дейді адамзат бір-біріне суынғанда. Молдаша сөйлесейін молдалармен қызыл тілдің жебесін суырғанда. Адам ата хавана жаралғалы 5 күндік тіршілікте тыным бар ма? Оларға да қамқоршы болған Алла жемісін жеп жәннаттан қуылғанда. Алла деп аламанға түстім бүгін белімізді бекемдеп буынғанда. Мұсаға да қамқоршы болған Алла Перғауынның әскері қырылғанда. Исаға да қамқоршы болған Алла Мәриямдай пәк қыздан туылғанда. Ол Алла Мұхаммедтің сүйеніші нәби болған нұрына жуынғанда. Мен де сол соңғы елшінің үмметімін, түсіре көрмешенде туымды Алла. Адам көп алтын көрсе жолдан тайған, мен бірақ тай алмаспын жуырмаңда. Бірақ та көзімменен бір көрейін аспабын алтынменен құйылғанда. Айтып кетейін айтарымды ол жандың өзі жетер бұйырғанда. Кедейде кеуде соғып сөйлемейді, бай елінде алтынның буырғанда. Тойға келсең жар саласың, кім келсе де әнменен қарсы аласың. 8 қырлы бір сырлы жігітсің ғой, ылайым өнеріңіз шаршамасын. Рамазанда 30 күн ораза ұстап құрбан айтта ниет қып мал шаласың. Шариғи шарттарыңыз біте салып қайтадан жан бағуға жан саласың. Тойға барып келіннің бетін ашып, той түгіл айтыста да ән саласың. Осының арқасында жұлдыздардың жұмыссыз қалдырдыңыз қаншамасын. Соңғы кезде батаңда платный бизнестің таптың ау әр саласын. Алла жазса келер жыл той жасаймын, бала шағам бір тойды аңсағасын. Қонақ қылып шақырсам келмейсіз ау, өйткені уақытың жоқ нан табасын. Молдеке ыстақтыңды айтып жібер, бір бала сүндеттеуге қаншаласын. Şarıqtap qay yerlerді қияладың? Қазір
менің тұрақты жұмысым жоқ. Сондықтан тойға заказ жиі аламын. Ат қойып, бата беріп, бала пішіп, әркімнен ілтипатпен сый аламын. Айтыста бата берсем қой береді, азан шақырып ат қойсам бие аламын. Күйеуге тиіп кетті бата бердім, бұйыртса жансаядан түйе аламын. Саған ставканы айтқан ыңғайсыздау, қиын бопты кредитқа үй ағаның. Ұятты жерді кесетін болғаннан соң, пәленді күндеуге де үй аламын. Қалтаңдағы теңгеңді қағып алсам, өз үйіме қалайша сый аламын. Отвечайым деп қарызға да піше берем. Көңіліңді қалай сенің қияламын. Bir айтыста екі клиент тауып бердің, бергеніңе мың шүкір, я Раббым ай. Пенделер әлсіз болып жаралғандар. Құдайдан қорқу менен адам заңғар. Елбасының жолдауын айтайыншы. Ел болуға онда үлкен қадамдар бар. Астана күн болғанда жан-жағына нұр болып шашырайды тарам жолдар. Нұрлы жол, ауыл жолы, даму жолы. Бірігеді сан тарапқа таралғандар. Баспана мәселесін айтқан кезде шаттықтың үні естілді қоғамнан дәл. Енді соны жүзеге асыратын үкіметте көп болса екен адал жандар. Жас жанұя тезірек үйін алсын, үй салар жерін алсын оралмандар. Жолдауды түсіндірмей-ақ қойыңдаршы, шенділер, шекпенділер, шабармандар. Халық бәрін түсініп біліп отыр. Тек қашан жүзеге асады хабарлаңдар. Айтатыным Құдайдан қорқыңдаршы. Ханды сыйлап халықтан пара алмаңдар. Жетім жесір қарттардың несі берсін. Құдай көрмей тұрғандай жеп алмаңдар. Ұры менен жемқордың, парақордың жазасы қолын шабу деген заң бар. Құдайдың да заң осы, Қытайдың да. Ендеше өздеріңе көп алмаңдар. Көп адам шолақ болып қалар еді-ау, шариғаттан алынса егер заңдар. Елдің сүйгені үлкен үйдегі менің тұңғыш елбасым есім білгені.
Nurlu jol salып көркемдегені мәңгілік ел боламыз ертең дегені әңгімесі ауылдың елбасының жолдауы ағайын мен бауырдың керен қолдауы ешқашан егес бастаған емес мәсіміпті қасынан тастаған емес түркі тұлғасы біздің елбасы астанамыз мәңгілік елдің ордасы әңгімесі әр үйдің елбасының жолдауы орындалсын сәбинің асыл арманы әңгімесі қырғыздың елбасының беделі Атамбаевтың аталап сол ғой келгені әңгімесі Ислам Кәрімовтың Нұрағамның беделі мойындауы емес пе дана дегені әңгімесі түрікмен башының елбасының еңбегі сондықтан ғой құрметтеп атақ бергені Дауысты күшейт, анау пульттағылар. Бауыржан микрофонды. Бұл бажан балжалаған аю болды. Мақсаты бата беріп аю болды. Алуға ұяламын деп түреді, аяқ жағы алақан жаю болды. Басым аман тұрғанда барында ми, береді ал талантпенен дарында ми. Уабәке үй жайында сөз қозғасаң, ойнайды жанымда жыр қанымда күй. Құдайдың құдіретін көрмеймісің дегендей қайратыңды сабырға қи. Ит баққан дөкейлерде алтын сарай көп балалы қазақта тарылғаны. Елбасының жолдауын естіп алып алғыларың кеп жүрау бәрін жаңы. Алам десең жетеді астанада зәулім сәулетті қабырғалы. Сол жағада солтүстік шұғыласы ырыстының ырқына бағынғаны. Одан артық болмаса кем болмайды дәл осы конгресс холдың жанындағы. Олардан да биік боп шығат дейді Сығанақ көшесінде салынғаны. 77 атамыз көрмей кеткен 88 қабатты Абу-Даби. Елбасы да білгесін айтады ғой жастарым жүр дәл қазір жарым жаны. Көк аспанға бастарын тіреп тұрып қазақтарға жетпейтін не қылғаны ягеген. Жүрген мәңгілген мұратым ед, патшаның бастамасы бұл ақыл ед. Жолдауды жол салудан бастағаны көп қазақтың көңілін жұбатып ед. Мен оған бірақ дәлел келтірейін, кейіпкерім жүкеңдей ірақын ед. Анау мынау нәрсеге селтетпейтін бұл кісі осы жолды ұнатып ед. Өйткен өзі қалада тұрған менен туыстары ауылда тұратын ед. Ауылға салған жолды көрген кезде депті ғой елбасым ай рахмет. Дәл осылай көп қазақ қуанып жүргенде жол салуға дұға тілеп. Әйтпесе бұл қазақтың даласының кеңдігі сұрапылдан сұрапыл ед. Түстік пен
Tereskeyдің екі арасы кеміш 4000 шақырым шығатын еді. Ат түгіл, арба түгіл, арабауға көліктің де жетпейді қуаты көп. Көлік түгіл, Алтайдан Атырауға айырпланмен жетуде бір ақырет әкигәдім. Ақ сиса, қызыл сиса, 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 сисадан да көрейін қиса туса. Бұл күндері мейрамды бұл қазақта бәрін айтып көрейін ұйқасымша. Ораз айт пен құрбан айт деп білеміз, етпенен бауырсақтың иісі атылса. Наурызда ақындарым жыр сапырса, 8 март күні гүл сатылса. Сәуірде күлкі күні сауық сайран, мамырда майданыңның бұлты ашылса. Маусымда балалардың мерекесі, қаланың туған күні шілде артынша. Тамызда атазаңның туған күні, қыркүйекте білімнің құлпы ашылса. Қазанда қарттар күні, қарашада теңгенің туған күні пұл шашылса. Желтоқсанда бар еді 2 мейрам, ұл туса, елбасыдай ұлша туса. Бірақта азаттықтың мейрамының жарнамасы болмай жүр сипатынша. Жарнама оған қалай болсын енді, алдында туған күн деп иса тұрса. Сенбесеңдер көшені көріңіздер, көк шырша, жасыл шырша, шырша, шырша. Ағайын осыған бір тоқтау ғана болады, неге тілек мұнша тұнша. Қазақтықтың шыңына шыға алмайсың, азаттықтың алдында шырша тұрса. Азаттығым еліңе жарсап келсін, қалың ел қарашадан қарсап көрсін. Шыршалардың барлығы сыпырылып, орнына көк байрағын самсап берсін. Игишта қор болып жүрген қара көздер көргенде өз елдерін аңсап келсін. Тойларына тілегім осы болды, ал енді музыкантым ән сап берсін. Дүние қарап тұрсам шолақ екен, адамдар 5 күндікке қонақ екен. Астанада үй қанша биік болса, бағасы соған сәйкес жоғары екен. Шумақтарым шып-шымыр болғанменен, бұл бажам жалған қосып соғады екен. Ол үйлерді қазақтарда ап жатыр ғой. Қалталы кейбіреуге одан мекен. Қазақтың астанасы қазақтікі, бұйыртса қара көзге толады екен. Үй жайды кеше де айттың, бүгін де айттың. Арнап жазған шумағың көп-ақ екен. Кірпіштей қып қалапсың әр сөзіңді. Айтыста айтпай кетсең обал екен. Үй жайлы айтқан шумағыңды жиып теріп, бір үй соғып алуға болады екен. Ол рас, Еркош, біздің шыршамыз көп. Söz verdim, şırşa jaydan şırxan іздеп. Табиғаттың жап-жасыл тамашасын жаңа жыл тойлаймыз деп қырқамыз кеп.
şırşa tikкен әкімдердің sırtından vursamız kep. Şırşa жаман бірақ та көңілімді отырмын басқа жайтқа бұрсаңыз деп. Өз азат санасы құл адамдар бар. Айтайын етек жеңді қымтаңыз деп. Көкке ұмтылған қазақты кері тартып, осылар төмен өскен тұр сәбіз боп, бәйтерек жапырағының арасында тікендей тікірейген қылшамыз көп. Сырты қазақ ішінде орыс отыр, кабинетте кресло жұмсағыз деп. Бауырым осылар ғой азаттықты отырған шыршаменен тұмсаңыз деп. Шыршадан қорықпаймын, қаңтардан соң қаланың қоқысына құртамыз деп. Сорақысы осындай қылшаларды қоқысқа лақтыратын мұршамыз жоқ ай. Дін туралы тиіспеші деп сұрадым ба білмеймін. Алланы ойлап сәжделерде жыладым ба білмеймін. Сақалыма мың сүрініп құладым ба білмеймін. Дінім түгіл дүниемді білмеймін. Сон ойласам көзімді де ілмеймін. Бір білерім Алла жалғыз екенін, соған ғана құлшылық қылып өтемін. Сирияға кеткен жандар адасқан ба білмеймін. Такфирменен жихадшылар жарасқан ба білмеймін. Халифатты орнатам деп таласқан ба білмеймін. Игиш түгіл министрді білмеймін. Владимир Ильичті де білмеймін. Білем башым Назарбаев екенін, соған ғана бағынумен өтермін. Сирияға кел десе де бармаймын, бар күшімді отаныма арнаймын. Қазақстан жалғыз ғана мекенім, сені ғана аялаумен өтемін. Мен ескі заманнан көрейін. Абылда аяқтан айға шаған, өлеңмен мүсін айға шаған, шалдарымның ай бейнесін алдына әкеп ай берейін. Махамбет шешіласам, мен едім ай мен едім, мен қазақ деген ай еледім. Түбімді менің ай қозғасам, мен көнеден де көнемін. Атының жалы ғой түйілген, алтыннан сауыт ай киінген,
ерегіскен ай дұшпаны алдына келіп ай елден кешегі сақтай бабамның ой дәуірінде жатыр ай дерегім шу өзенінің бойында қағанға орда тіктірген бастыларды еңкейткен тізеліні бүктірген мен түркіден өнген төледім Оқтамыз ханым ту тіккен атағы жұртты үркіткен кешегі алтын орданың жеріне бүгін егемін Жәнібек Керей кезінде ей бұл қазаққа құт қонған бес ғасырға жүк болған тарихтағы беделім жоңғарлар келіп шапқанда қалмақтар келіп қаққанда қайранда менің қазағым ішімде қатқан шеменің алмағайып күндерде ақылымен күн көрдің қазбек әйтеке төленің қайранда менің қазағым хандығыңның дәуірі басымен кетті ау кененің кемеліне келгенде кемеліне қой келгенде мен көп ұлттан да түбедім санымды қазір санасаң жартысынан да кемедім оның да айтсам ай себебін кешегі орыстар басып ай алғанда мойнына құрығын салғанда тауда ай мінез ай көрседі төбені астында қалдың ай төбенің ей кәпірлер қолдан ай жасаған асыра сілтеп ай асаған 32-нің ай жылында аштықтан өлген ай сен едің қаймақтың бәрін ай сыпырды қанғанына түкірді 37-нің жылында қастықта көрген ай сен едің байдың ұлы атаны болып кеткен ай сен едің 41-дегі соғыста қырылып кеткен ай сен едің одан да бері ай келемін одан да бері ғой не заман 86-на келемін тартқылап жүріп ай сирақтан кеңестің өзін ай қиратқан 20 жасар ай көредің бұның да бәрі өткенің бүгінің енді ай келемін бүгініңді енді ғой жырласам есіл нұр ай өзен ел қондырсам ай деп едің көк байрақты ақ орданың төр болдырсам ай деп едің қабылда болып ай тілегің отта жатыр ғой дегенің өлмейін десе адамға көрсетер құдай ай көрерін қазіргі саныңды қарасаң орманға елқа айналды соғысқа беріп ай аяғын шолақ боп қайтқан ай көренің түменді елге ғой айналды жоңғар шауып ай кеткенде жер ошақтың ай астында жасырынып қалған ай көрегің айналайын ай ағайын төрінде отыр ай сұлтаның байрағында бар сұлтаның сен қазір кімнен ай кемедің бүгінің менің ай осындай ертеңіңді ертең ай көремін тынышта болса ғой ұйқымыз күлісте болса ғой күлкіміз осы емес пе ағайын тәуелсіздік ай дегенің ай жанағам өнерімді көріңіз жетемін деп сіздерге моншақтап кетті ғой теріміз бұдан да мықтымен болайын тілегіңізді төгіңіз жүлдеге әлі жеткем жоқ аты шайға болса да бір батаңызды беріңіз
Surasan Mırzatay'day ağam otur. İz verme olgusının izini etin. Nemese Gürsünsün de bastığın var. Cüz verme Yermanıptın cüzünü etin. Ağalardan alasın ahbatana, bacalardan sırağan kızık eken ay. Vermeymin degenmenin ağana boy. Berdiğin şişir Allah Teala koy. Ceraydı bir vatanı men bereyim. Köngülüngü canım menin sadaka koy. En birinci tileymin tektilikti. Tektilik Mırzatay'day ağada koy. İkinci tileytinim cürüktülük. Onday cürük cürsündey ağada koy. Üçüncü azaktan da tileyinci. Ol degen asam eli darada koy. Odan keyin namuslu tileyinci. Ol namus Orazgül'dey anada koy. Жақсы перзент болғайсың ата-анаңа, жұмақ кілті шынымен анада қой. Мықтақыны қазақтың сен болғайсың, батасы үшін бересің ағаңа қой. Сақалы бар ағаңмен жағаласпай, осымен ерке бұлан демала қой. Бата берген Балғынбектің жолын беріп, келер жыл алтын домбыраны сен ала қой. Бұл айтыс бітпегенде несі қалды? Еркошым бекер ай деп есін алды. Екі аяқты пендеде бажа тату. Балғынбек інісінің досы болды. Осыменен айтысты аяқтайық. Байқаймын көңіліңнің қошы болды. Айтысы Балғынбек пен Еркебұланның сағындырған әндердің кеші болды. Беріп жатқан батаңызға рахмет. Түйе демей қой дедіңіз әйтеуір, Бабажеке атаңызға рахмет. Батаң сіңіп, жүрегімді сөйлетем, қызыл тілім елдің қамын жейдеген. Жириновский секілденген қушалдар қазақтарды ел болмады дейді екен. Батам сынып, күмбірледі көкейім, айтып арманыма жетейін. Естіп алар интернеттен болса да, жирик шалға сәлем айта кетейін. Ей ақсақал, сәлемімді қабыл ал, мен қазақтың танымасаң танып ал. Жүрегімде Баһадүрдің қаны бар,ірегімде Сапарұлының қаны бар. Десеңіз шешендердің шешені, қазақ деген ұлттан шыққан деседі. Ие соның ақындар мен жыраулар, түп атасы майқы билер кешегі. Дін десеңіз діндарлардың діндары, қазақтардан шыққандығы шындары. Сенбесеңіз шәкәрімді оқыда, абайлардың қара сөзін тыңданы. Жер дегенде таппағанбыз еш тояп,
Allah bizden kalmaptı onu əstayat. Şirek kurluk elçisinde Kazaktın Orunbor men Taşkent'te Kosvaya. Aksakalı selamımdı kabul al, ben Kazaktın tanımasan tanım al. Yüreğimde Bahadır'dın kanı var, ereğimde Safarud'un arı var. Kazaklardı yel olmadı degendir, adam emes yek ayaktı canvar. Bulağan durus boldu esindeydi. Balkınbek'tin batası kabul bolsa, namusыңды yerge bulan түсürmeydi. Жириновскийға орысша айтпайсың ба, ол бәрібір қазақша түсінбейді. Сондықтан орыс тілге бас педалды. Мен сені қаламаймын рас қинауды. Жириновскийға айтатын бірақ ауыз сөз: Жириновский, ты кто давай? Ты кто такой? Давай, до свидания. Құрматтық дәйттейсіздер данасын көрек, балғынбек имашын ондай ол Еркемұлан Қайназар ондай ол Көпен әмірбек Қоғызбек Осман Әркімнің өзінің ықыласы, әркім өзінше қабылдайды. Сондықтан мен бұл бағана айтайын деп шығып тұрғаным жоқ. Мына айтысқа түскен ақындар, үлкені бар, кішісі бар, ұлы бар, қызы бар. Арасында менің де атымды атақ қойып жатыр. Мұнда жан-жақтан келген ағайындар бар. Біреу біледі, біреу білмейді. Сондықтан қолдан да бір сауал деген мен өзімді ақтап алғым келіп тұр. Мен айтысқа жүрсін өлім айтқандай бүкіл өмірімді арнап келе жатқан адаммын. Оның өркендеуіне сөзді арнап келейік. Сосын жолдайыз. Біреуіңіз айтыңыздар, не дейсіздер? Бағана шешеміз балалар қолда бұл. Сол шешім жағындарын бұл негізінде нағыз айтыс болды. Мен осы соңына шейін егерде 10 деп отырмын. Ал ояқ жағы қарасам, мынау айтыстан гөрі термеге, айтыстан гөрі әншілікке үлкен неге айналып кетті. Өйткені мынау Балғынбек қай жағынан болса да ол шоу жасасын, басқа жазып, закуток жоқ, айтысып отырды. Ал анау інім менің
Бұл жағынан кетіп, терменмен кетіп, өзін көрсе қол болмайды, айтыс сонда 9 беріп едім. Енді мағыл енді. Сіз как төраға есебінде, сіздің бір дауысыңыз артық қой. Сондықтан мінекей сіздің көңіліңіз, бұл ұстазымызсыз мағыл ол. Ақылда көпенің ақылы теңіз ғой. Бұна халыққа қарсы шығуға болмайды. Халықтың ақында болу керек. Рахмет, Мырзаға. Жаңағы ауға байланысты айтыстың басында да айттық. Қазылар, ақындардың санын сындырмаңыздар деді. Бағын байламаңыздар. Бұл айтыстың киелі нәрсе. Айтыстың төңірегінде айна шаңға жасауға болмайды. Көпен досы, бұл абыройсыз тұрмыз үшін. Айтасың, соқ тегі есеп тұрғының бір шығар.